яғни кәсіпкерлер есімді беріп қояды екен ботқа. Сол компанияның атынан сөйлесе береді. Менің есімім Мадина, мен мына компанияның менеджері боламын. Сіздің кез келген сұрағыңызға жауап беруге дайынмын деп жаза береді ол. Қызық болған. Турбан компаниясына орнаттық қой біз алымдар. Ерке деп қойған болатын атын. Ішке 2-3 адам іздеп қойған ғой. Ерке деген қыз қайда? Мен сөйлескен деген сияқты. Еркемен сөйлесемін мен деп па. Бұл енді атауды ғана бермейсің бұл жерде. Стиліне дейін бересің да. Дружелюбный, там сатасың сен, консультация бересің. Қыз болып сөйле. Эмоциямен сөйлесің. Бір клиент келсе, ол клиентті жаттап алады. Асқары келді ме, Асқардың сөйлеу стилін жаттап алады. Ол мүмкін эмоциялармен сөйлесуі мүмкін. Бұл соған ұнайтын эмоцияларды жаттап алады, сонда эмоциямен сөйлеседі, сол сияқты. И одан кейін бір жақсы Асқар бүгін жазды, 2 айдан кейін қайтадан жазатын болса, Асқар қалайсың деген сияқты сөйлеседі, есінде бар. Мен де таң қалғаным өткенде жаңа жазып сөйлесіп жатсам, маған сатып жатыр да жаңағы. Қымбат қой деймін да несімен. Оған дейін айтады ол маған жаңа орташа шегіңіз қанша, жаңағы қанша клиент алып келесі айына, қымбат қой деп жаңа возражение айтасың клиент ретінде. Енді Меруерт мырза сіз есептеп көрсеңізші. Мен сізге дейді, мынанша конверсияңызды қазіргі мынанша пайызға ғана көтерсем, сіз уже табысыңыз уже x3-ке өседі дейді да. Ол деп отқан, Сіз уже ақтап отырсыз ғой деймін. Иә, сіз уже ақтап алдыңыз ғой сіз деп. Яғни маған анау есептеп бәрін сұрап алды да бизнесіндегі сұрақтардың бәрін. И өзіме ана жерде декомпозиция жасап, қанша таптыңыз келеді дейді анау. Не деген қазір